Сұлы құймағын дайындау үшін бізге сұлы, сүт, жұмыртқа, сүзбелі сыр және де таңқурай керек болады. Жұмыртқаны жақсылап ішіне сұлы салып, сүт салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бір келкі сұйықтық болғанша араластырамыз. Сосын табаны қыздырып тұрып, ішіне зәйтүн майын тамызып жібереміз да, жақсылап сүртіп, ішіне жаңағы сұйықтықты құямыз. Бетін жауып, 3 минутқа қойып қоямыз. Отты азайтамыз. 3 минуттан соң астын үстіне аударуымыз қажет. Тағы да бетін жауып, 3 минутқа қойып қоямыз. Піскен соң тарелкамызға саламыз. Әрлеу үшін ішіне біз салмасын дайындауымыз қажет. Мен салмасын дайындау үшін сүзбелі ірімшікпен таңқурайды бірге салдым. Жақсылап сүзбелі ірімшікті езіп алдым, бетіне жақсылап тұрып бір келкі етіп жақтым. Сосын таңқурайды бетіне қойып шықтым. Мен бұл таңқурайды морозильниктен алдым. Сіздерде енді қандай қоспаларыңыз келеді, ішіне соны қоссаңыздар болады. Міне қараңыздар, қандай дәмді болып шықты. Прям жеген кезде ауыздарыңызда еритін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болса